Сәлеметсіздер ма? Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Түгелбаева Дәметкен Ерболатқызы. Қазір арнамда кітаптайым уақыты Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романына қысқаша шолу жасаймын. Ай мен Айша романы қазақ елінің тарихи мекендерінің бірі, Жамбыл облысына қарасты Жуалы ауданының Мыңбұлақ деген ауылында туып өскен Барысхан деген кішкентай жігіттің өміріне арқау еткен шығарма. Басты кейіпкер өзі болса да, ал шындығына келгенде бұл шығармада басты кейіпкер оның анасы Айша. Шығармада соғыс жылдарындағы, яғни 41 жылғы келіншектің символына айналған Айша тағдыры қанша ауыр болса да сонымен арпалысып, күресіп, ішкі жан сырын айға айтып, қиындыққа мойымай арпалысып жүргендігі шығармада шеберлікпен суреттеледі. Күйеуі Мұртаза тұтқындалғаннан кейін 3 баласымен қалған ана Айша колхоздастыру науқанының құрбаны болады. Шылықтың азабын, жалғыздықтың зардабын шегеді. Арсыздықпен арпалысып 3 баланың болашағы үшін күреседі. Айшаға күш беруші, жаратушы, ал оны жұбататын аспандағы ай. Автор Шерхан Мұртаза Ай мен Айшаның арасына тамаша рухани қатынас, байланыс орнатқан. Қаламгер оқырманнан ештеңе жасырмай, қалай бар солай барлығын тайға таңба басқандай етіп, қаз қалпында шынайы суреттеп береді. Өйткені бала Барысханның бастан кешкен оқиғалары біздің заманымыздан озған заңға жазушы Шерхан Мұртазаның өз өмірі. Аштықты сезбеу үшін шарасыз күйде ұйықтаған. Әкесіздіктің не екен Айшаға сездірмеу үшін апасының тілін алған. Сыныптас қызға ғашық болып, сандуғаштай сайраған сандықтың кілтін ашқысы келген. Айдың етегінен ұстаған Айшаны әлсіз қолымен демеген. Балалығымен апасынан талай-талай ұрыс естіген. Киімі болмағандықтан аяғы күс-күс болып, жуалының майлы топырағын аяғына жағып жүрген. Қиял мен қиянат арасында өмір сүрген Шерхан Мұртаза осы шығармадағы Барысхан еді. Ал осындай қиындықтарға мойымай, талай белестерді еңсеріп, көсем сөзші және қаламгер, қайраткер және классик жазушы ретінде өз биігіне жеткен. Өз анасына сөзбен ескерткіш орнатқан Шерхан Мұртазаны қалай әлем жазушысы деп мойындамасқа. Осы романның ішінен Барысханды шығарып алып құшақтағым келеді. Айшаның тізесіне жеткен шашын тарап өріп бергім келеді. Ұшпайы құрттаған Батырханды ойыншық іздеген құрмашты алып өзім ойнатсам. Таспет пен жуан қолға ашуланғаным соншалық оларды қолыма өшіргіш алып романнан өшіріп тастағым келеді. Ал осындай сезімді оқырманға сездіре білген биік талант иесінің қаламының күші мен қуаты дер едім. Мен Айшаны оқып отырып, қазіргі таңдағы өмірімізге мыңда бір шүкіршілік етеміз. Себебі өзім жоғарыда атап өткенде бұл шындыққа құралған шығарма. Ол жердегі оқиғалардың барлығы да жанды тебірентеді, жүректі ауыртады, көзіңе жас алмай оқу мүмкін емес. Әр деталінің өзі көзіңе кәдімгідей кино іспеттес қылып суреттеліп жазылған. Расымен де өмірге ерте есейген Барысханды аяйсың. Ол кездегі сондай жоқшылық зардабын шеккен қазақтарды аяйсың. Қазіргі таңдағыдай бейбіт өмір сыйлаған ата-бабаларымызға рахмет айтасың. Мен осы шығарманы оқып отырып, қазіргі таңыма көптеген шүкіршіліктер айттым. Себебі көркем шығарма ол адамды рухани тәрбиелейді, рухани байытады. Тағы біз осы көркем шығармаларды оқыған кезде өзіміздің ішінен іліп алатын сәттеріміз болады. Ол көркем шығармаларда өмірімізге пайдасы тиетін бір ақпараттар болады. Сол сияқты мен өзіме түртіп алған бір Ай мен Айшадан ақпаратты айта кетейін. Қазір шығармадан үзінді. Тарақтан түскен шаш әлде қалай отқа күйсе, о дүниеде балалары шырылдайды дейді. Анасының шашының отқа күйген иісін танып қояды екен де, анамыз тозақ отына түсіп кетті-ау деп шыр айналып шырылдайды екен. Біз өзіміздің қазіргі күйбең тірлігімізде көп нәрсені байқай бермейміз. Шашымызды тарауға келсек, әсіресе осы қыз балалар, шашымызды тараймыз да тарақтағы шашты қоқысқа тастаймыз көбінесе. Ал ол қоқыстан кейін ары қарай қай жаққа кетеді, қалай ұшып кетеді, ол жақтарына мән бермейміз. Бала кезімізде айтушы еді, ол шаштарыңды жинап қойыңдар, қоқысқа тастайтын болсаңдар, құс алып кетіп балапандарына ұя жасап береді, ал сенің басың ауыратын болады деп. Енді мен мына шығарманы оқығаннан кейін дәл мына үзінді маған ерекше әсер етті. Яғни анасы өзінің шашын барлығын жинап отыратын болған. Жинап отырып, мен оны күйдірмеймін, тіпті қоқысқа да тастамаймын дейді. Неге десе, менің өмірден өткен балаларым мені тозақ отына күйіп жатыр деп ойлайды дейді. Яғни біз өзіміздің шашымыз да бізге аманат деп қарауымыз керек. Ол осы Айша шаштардың барлығын жинағаннан кейін топырақты қазып сол жерге көметін болған. Бұл есте жүрерлік жағдай. Осыдан кейін менде шашымды барлығын бір
пакетке жинап жүрмін, толған кезде көмермін деп. Сіздерге де сабақ болсын деймін. Барлық қарап отырған оқырмандарға, көрермендерге осы шығарманы оқыса екен деймін. Ай мен Айшаның арасындағы ерекше байланысы сезінсе екен деймін. Осы шығарманы оқығаннан кейін даладағы айға бір ерекше махаббатпен қарайсыздар. Ол да сіздің жан дүниеңізді сезініп тұрғандай күйде болады. Сол себептен мен барлығына осы шығарманы оқуды кеңес беремін. Және де пікірлеріңіз болса, пікір бөліміне қалдыра кетіңіздер. Тағы да қандай шығармаға талдау жаса деп айтасыздар, оны да пікір бөліміне қалдыра кетсеңіздер болады. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.